Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен песочный яблочный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа керек, оған қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ерітілген сары майымызды қосамыз. Видеода көрсетілгендей осылай араластырып отырып қосу қажет, себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Енді бір шай қасық разрыхлитель қосамыз, және де ұнымызды қосып отырып песочный қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осындай болып шығу қажет. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен алмамызды төрт бұрышты етіп турап аламыз. Енді қызып тұрған сковородканың үстіне қант қосып, ерігенше ұстайтын боламыз. Қантымыз еріген соң үстіне сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне алмамызды қосып араластырып, 5 минуттай отта ұстайтын боламыз. Енді формамызға қамырымыздың жартысын салып, тегістеп жайып шығамыз. Енді начинкамызды саламыз. Бетіне қалған қамырымызды осылай сеуіп шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Пирогымыз дайын болды. Сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.